Nömір 5-ші Ағарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының үстел теннис үйірмесінің жетекшісі Башқұлов Ерсек Қылшабайұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы допты беру және шапшаң соққыларды қолдану тәсілдері. Сабақтың мақсаты допты беру арқылы шапшаң соққыларды қолдану тәсілдеріне арналған жаттығуды үйрету. Допты беру дегеніміз қарсыластың осал жеріне беретін бірінші соққысы, жеңуге бірінші қадамы. Доп берудің орындау техникасы екі бөлімнен құралады. Допты лақтыру және соққының өзінен. Доп ашық алақанмен лақтырылады. Бас бармақ басқа жаққа қарайды. Ал қалған төрт саусақтар бірге ұстап созылған жағдайда болады. Міндетті түрде доппен қолын үстелдің деңгейінен түспеген, үстелдің артқы сызығын қиылыспағандай және үстелдің басында тұрмағандай етіп байқа. Ондай жағдайда доп беруді дұрыс бермеген деп санайды. Сол жақтан доп берудегі алғашқы қалпы шамамен үстелдің 30 см болады. Спортшының тұру қалпын бойына қарап реттеуге болады. Ондай тұру қалпы дененің және білектің қозғалыстарын үйлестіреді. Доптың бірінші секіріп түсуі үстелдің ортасында, содан кейін ол тордан ұшып қарсыласының үстелінің жартысына, тордың қасына құлайды. Бұл қозғалыстар шапшаң соққылар деп аталады. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта допты беру және шапшаң соққыларды қолдану тәсілдерін үйрендік.